Звук О произносится твердо и кратко. При произнесении необходимо губы сильно вытянуть вперед, а язык отодвинуть назад. О, О, О напоминает звук средний между О и У, например, в слове туман. О, О, О. Встречается в начале и середине слова. Например, он, ол, олт, тор, бұлт, сұр, құрдас, бұйрық, уста, құдық. Слова твердые, а значит прибавляются твердые окончания. Слова можете повторить и выучить. Ал енді грамматика, өткен сабақта тәуелдік жалғауларды өттік, есімізге түсіреміз, қайталаймыз. На том уроке мы проходили тәуелдік жалғау, окончание притяжательности. Вспоминаем, повторяем. Сейчас будем приводить примеры в единственном и во множественном числах. Одним словом, эти окончания показывают принадлежность одного предмета другому или живому лицу. Мысалдар келтірейік. Ол деген сөз. Ол переводится как сын, а также как мальчик. Ол. Слово твердое, заканчивается на согласный звук. Поэтому выбираем вариант ам твердый. Ам в первом лице, во втором ан, аңыз, в третьем а. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Менің ұлым. Сенің ұлың. Сіздің ұлыңыз. Оның ұлы. Тағы бір рет қайталайық. Менің ұлым. Сенің ұлың. Сіздің ұлыңыз. Оның ұлы. Келесі сөз күн переводится как солнце, а также как день. Күн. Слово мягкое, а значит прибавляем мягкое окончание. Күн заканчивается на согласный звук. Менің күнім. Сенің күнің. Сіздің күніңіз. Оның күні. Келесі сөз бұйрық. Как видите, в конце слова глухой звук «х» перешел на звонкий звук «г» под влиянием гласного звука. Как видите, окончание начинается с гласного, поэтому конечный глухой звук переходит на звонкий звук. Сочетание звуков. Мы не можем сказать «менің бұйрықым». Это совсем не звучит. «Менің бұйрығым». Плавно, красиво. Сочетание звуков. Менің бұйрығым. Сенің бұйрығың. Сіздің бұйрығыңыз. Оның бұйрығы. В третьем лице можно сказать бастықтың бұйрығы. Приказ начальника. Келесі сөзіміз дос, друг. Слово твердое, значит прибавляем твердое окончание. Заканчивается на согласный звук. Менің досым. Сенің досың. Сіздің досыңыз. Оның досы. Келесі сөз әріптес, коллега. Слово мягкое, значит прибавляем мягкое окончание. Заканчивается на согласный звук. Менің әріптесім. Сенің әріптесің. Сіздің әріптесіңіз. Оның әріптесі. Қала, город, қала. Заканчивается на гласный звук А. Поэтому выбираем окончание, которое не начинается на гласный звук. Два гласных не идут вместе. Менің қалам. Сенің қалаң.
Сіздің қалаңыз твердый вариант. Оның қаласы твердый вариант. Менің қалам, сенің қалаң, сіздің қалаңыз, оның қаласы. Астана қаласы, Қазақстан Республикасы.